Жаңа инновациялық программалар, бағдарлама һәм жаратушылық исленбелер тұрмысымыздың барлық тарауларына жеделдік пенен кіріп бармақта. Заманауи үлгідегі исленбелер адам минетінің жеңілдестіруінде дәуірге сай қызмет сапасының артуына да салмақлы үлесі бар. Бұндай жойбар һәм идеяларды ойлап табуды осы бағдарда білім алып атырған студент жастарымыз белсенділік көрсетпекте. Рубрикамыз қаһарманы өзі жаратқан инновациялық программасы менен сюжетімізді давам еттіреді. Білім жолы болған тынымсыз уақытым. Қия тасларынан шыңларға шаптым, шапқан сайын бұлақ көздерін таптым. Алтын дәуран, студентлік дәуірім. Шар тарепті шарлап, арзу арманым, ғұмшадан гүл ашқан жаслық дәураным, жарқын келешекке тартқан каруаным, алтын дәуран, студентлік дәуірім. Хақиқатында да студентлік, жаслық бұл алтын дәуір. Сондай абат елдің келешек әулетлары үшін жаратып берген шексіз имканиятлары кімді болса да толқынландырып жібереді. Жаңадан салынған заманауи имаратлар, соңғы үлгідегі техникалық мүмкіншіліктер, тәжірибелі ұстаз оқытушылар шәкіртлерінің ілім жолындағы ізденістеріне қанат болмақта. Мұхаммед Аль-Харазми атындағы Ташкент информациялық технологиялар университеті Нөкіс филиалында да қабілетлі жастар өздерінің инновациялық ізденістерін алып бармақта. Назима Қалбаева компьютер инжинирингі факультетінің 3-ші курс студенті. Заманласымыз оқудан бос уақыт тапты дегенше тіл үйрену орайларына барады, спорт пенен тұрақлы шұғылданады. Студент жастар арасында өткелі тұғын түрлі таңдауларды да жоғары нәтижелерге ерісіп келмекте. Назима қазіргі күнде жаңа программа исленбелерін шумақлау алдында. Har жылы филиалымызда профессор оқытушылар хамде студент жастар арасында болып өтетұғын инновацион идеялар хамде техник көргізбелер таңлауында қатынасып келмектемін. Хамде жоғары нәтижелерге ерістім. Бұнан тысқары филиалымызда дүзілген жастар ауқамында ағзамын. Қалаба хабар құраллары жастар медиа топары бойынша өз жұмысында алып бармақтамын. Филиалымыз көлемінде болып атырған қарқайлы таңлаулар хамде көргізбелерде қатынасып келмектеміз. Бұнан тысқары көптеген жетістіктерге ерістім. Атап айтатұғын болса, har жылы жоғары оқулар арасында болып өтетұғын пан олимпиадасы Қарақалпақ тілі пәні бойынша 2-ші турында қатынасып диплом менен сыйлықтандым. Бұнан тысқары Өзбекстан Республикамыздың мұстақылығының 25 жылығына бағышланған 25 акциясы «Ватанымға діл ызхары» номинациясы бойынша ең жақсы баянатнама хамде фото-сурет жөнелісі бойынша жеңімпаз болуға ерістім. Бұнан тысқары 2015-2016 оқу жылдарында жоғары оқулар арасында болып өтетұғын салық білімдалар көрік талнауында қатынасып келдік. Хамде өз топар менен біргелікте 3-ші орында алуға миясар болдық. Жоғары оқулар арасында болып өтетұғын театр студияға белсене қатынасамын. Хамде 2016 жылы Қарақалпақстан Республикасы басқышында қатынасып, топарымыз менен біргелікте жеңімпаз болуға ерістік. Хамде Ташкент қаласында болып өтетұғын Өзбекстан Республикасы финал басқышына жолламаны қолға кіріттік. Хам бұл жолламаны қолға кірітіп, біз топарымыз менен біргелікте 3-ші орында алуға миясар болдық. Жоғары оқулар арасында болып өтетұғын ilmi конференцияда хам белсене қатынасып келмектемен. Қазіргі күнде 15-тен алсам мақалаларым топламларда шығып келмекте. Қазіргі күнде 2 программа бойынша жұмыс алып бармақтамын. Бірінші программам жастар менен деп аталады. Бұл программаның текары жастар ауқам менен біргелікте байланыслы. Бұл программа үслеп шығуының себебі жастарымыздың білімін еледе асыру хамде жастар ауқамы хақында толық мағлұмат беру үшін үслеп шықтым. Бұл программа мобиль хамде компьютер интерактив ойыны болып есептелінеді. Хамде бұл ойын текарында олар өздеріне керек болған толық мағлұматты алуға болады. Хамде өздері қызықтырған сұрауларға онлайн тәрізде жауап алуына болады. Екінші программа бұл спортпенен байланысты. Өзім спорттың таэквондо ВТФ туруменен шұғыланып келмектемін.
хамде көптеген жетістіктерге ерістім. Осы спортынан келіп шыққан халда таэквондо спарринг таблоны істеп шықтым. Программа істеп шығудан мақсат қазіргі күнде 4 судьямыз болса, бұл судьялар жарыс давамын қағазға жазу арқылы алып барады. Бұл нәтижені ешкім білмейді. Сондықтан мен бұл онлайн нәтижені алып шықтым. Хамде бұл онлайн тәрде телефон, хамде компьютер менен біргелікте байланысып, нәтижені онлайн түрде экранға шығарып беру мақсаты. Хам бұл нәтижені баршелік қатынасушылар сол уақыттың өзінде көріп тұруы. Қазірде бұл екі программам тайым болу алдында. Демек, тиесілі қанегелер осы программамды көріп шығып, хамде өздерінің ұсыныстарын, пікірлерін айтса, демек, менің программалам тайын деп ойлаймын. Біз жастар инновацион идеялары бойынша еледе ізленіп, хамде өз алдымызға қойған мақсатлерге жетісіп, көптеген жетістіктерге ересеміз деген ниет білдіріп қаламыз. Бүгін жаратылып отырған имканиятлар негізінде жастарымызға білдірілген сенім һәм мемлекет келешегі көзленген. Жас әулет камалы үшін ісленіп отырған игілікті істердің бәрі мемлекетіміздің дүния шеріклігіндегі абырайына, еледе болса, миллет мақтанышын әлемге танытуда айдын жол болып қызмет ете берсін.